35 жыл бойы мұғалімдік міндеттің мінберінен көрінген, ақырын жүріп анық басып, кең ойлап кемел пішетін, көрегендігі мен биік парасатымен ерекшеленген Төлен негізгі мектебінің бастауыш сынып мұғалімі болған анамыз бүгін міне мерейлі 70 жасқа толып отыр. Анамыз Гүлмаржан Хайруллақызы 1955 жылдың 10 маусым күні Қаратөбе ауданы Ақтайсай ауылында Умаровтар отбасында 3-ші бала болып дүниеге келеді. Әкесі Хайрулла мен анасы Сымбат 5 қыз 2 ұл тәрбиелей өсірген ауылдағы үлгілі отбасы болды. Кейіннен отбасы жұмыс барысында Егіндікөл ауылына қоныс аударып, анамыз 1961 жылы Егіндікөл мектебіне 1-ші сыныпқа барып, 1972 жылы сол мектепті аяқтады. 1972-77 жылдар аралығында Егіндікөл совхозында әртүрлі маусымдық жұмыстар жасады. 1977 жылы Орал педагогикалық училищесінің бастауыш пәні мұғалімі мамандығына оқуға түсіп, 1980 жылы сол училищені бітіріп шықты. 1980 жылдың тамыз айында әкеміз Берікбол мен отау құрып, Қалдығайты совхозы Төлен ауылына келін болып түседі. Сол жылы Төлен ауылындағы мектепке мұғалім болып орналасады. Сол кездегі жас мұғалімдер Күләш апай, Ақкериева, Сағида апай, Қойтанбаева, Ләззат апайлармен бірге керемет жұмыс жасайды. Біздің отбасымызда әкеміз Берікбол, анамыз Гүлмаржан, әжеміз Ару және Ерболат, Армат, Азамат секілді 3 ұл қарындасымыз әсел дүниеге келеді. Бір ерекшелігі, анамыз Ерболат ағамның және менің де бастауыш сыныптағы ұстазымыз болды. Мен кішкентай кезімде таңғалатын едім. Мектепке барғанда мұғалімім, үйге барғанда анам, ол қалай деп. Анамызға біздер ұстаз ретінде әліппені оқытып, 42 әріпті жаттатқызып, қалам ұстауды үйреткені үшін қарыздармыз. Осы жұмыс жасаған жылдар аралығында көптеген жылдар анамыз облыстық құрмет грамоталарымен, аудандық құрмет грамоталарымен, бірнеше алғыс хаттармен марапатталды. Анамыздың алдынан көптеген жылдар бойы білім нәрімен сусындап шыққан шәкірттері қазіргі уақытта бірнеше салада жұмыс жасауда. Атап айтар болсақ, Марденова Үміт Төлен негізгі мектебінде оқу ісінің тәрбиесінің меңгерушісі болды. Қазіргі уақытта ұстаз болып жұмыс жасауда. Құрманғалиева Баян Орал педагогикалық колледжінде көптеген жылдардан бері ұстаздық қызмет атқарып келеді. Кенжен Жақсат экономика саласындағы жас ғалым, қазіргі уақытта Астана қаласындағы Арем спорт академиясында қызмет жасауда. Жүсіпқалиев Алтынбек қазіргі уақытта Орал қалалық полиция департаментінде жол сақшысы болып қызмет атқаруда. Жортабаева Нұрбақыт Алматы қаласынан IT мамандығы бойынша университет бітіріп, қазіргі уақытта жеке кәсіпкер. Марденова Айдана Шымпиты мектебінде көптеген жылдар бойы ұстаз болып қызмет атқарады. Жүсіпқалиева Айна қазіргі уақытта нөмір 2 қалалық емханада емдеу ісінің дәрігері болып қызмет жасауда. Сенғалиева Дария Орал педагогикалық университетін қызыл дипломмен бітіріп, қазіргі уақытта Астана қаласында магистратурада оқуда. Анамыздың мерейлі 40 жасы құтты болсын. Аллам деніне саулық беріп, ол қыздарының немере жиендерінің ортасында қызығына тоймай солардың аман есен отыруды нәсіп етсін. Баяндамамды мына бір ақынның сөзімен аяқтағым келіп отыр. Айналдым ана деген шәріптен, келемін қуат алып, күш алып мен, жаныма қажымастай қанат бердің, өзіңсіз биіктерге ұшалып бем. Әлпештеп ақ бесікте аяладың, бойдағы ізгілікті аямадың, анашым өзіңсің ғой сүйенерім, анашым өзіңсің ғой саябағым, көргенде менен қуат аласың ай, тебіреніп толқынданып қаласың ай, қартайып жылдан жылға барасың ай, өмірің ұзақ болсын анашым ай. Сапарда жүрген кезде мен алаңдап күттің ана, әрдайым уақыт бөліп шабыт беріп көңіліме қарадың.
Ya mama, her sözün altına bakalı бар məni Biz üçün canыңды arnadың bәрі де Senin arxan anacan, anacan Ana, ana, жалғыз ғана Жарық өмір сыйлаған Жамандыққа қимаған Ана, ана деген ғана Маңдайымнан сыйпаған Жылы киіп жүр балаң Жұмақтың кілті сенің табаныңның астында Тоғаңның арқасында бақыт қонды басыма Мен үшін орны бөлек байлығымсың расында Анажан, анажан Ешқашан қатарымнан кем қылмадың Жаныма жігер беріп нұры сыйладың Жанашыр, анажан